Құрметті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңыз есен амансыздар ма? Сіздермен сұхбаттасып отырған мен Сая, Мама Артиста каналының жетекшісі десем бекен, каналының иесі десем екен. Жаңа ғана Арғын екеміз бір түсірілімнен келдік. Содан келе сала сіздерге осы ақпаратты жазып, осы эфирді жазып отырмын. Бүгінгі менің тақырыбым қозғайын деген, жалпы осы канал жүргізу, жалпы қазіргі ақпараттық технологияға орта жастағы адамдардың қызығушылығы, жалпы оған деген көзқарасым. Айтайын дегенім, қазір сондай заман тез, жылдам жүріп жатыр, иә. Ғылымның да дамыған кезі, ақпараттық технологиялардың да дамыған кезі, айтады ғой, цифровой век деп, сандық заман, иә. Осы кезде қатардан қалмай Инстаграм жүргізіп, Ютуб жүргізіп жүрген адамдарға бас ием, рас. Ол өзім шамалас, өзімнен үлкен адамдарға бас ием, себебі ондай адамдардың өмірге деген құлшынысы тамаша, ештеңеден мойымайтын, мен білмеймін, маған керек емес демейтін, мынау заманнан қалмайтын менің замандастарым, менен үлкен адамдарға Алла тек денсаулық берсін, Алла алға басқан қадамдарын одан сайын алға жылжытып, тек бойларына күш қуат берсін дегім келеді. Мысалы үшін мен өзімді алатын болсам, мен негізі көбіне өзіме риза болмайтын жаман бір әдетім бар, өзіме риза болмаймын, бірақ қазіргі кезде өзіме риза болып жүрген жайым бар, себебі Инстаграм парақшамды жүргіземін, бірақ жүргізгенде ол енді керемет бір блогерлар сияқты жүргізіп жатқан жоқпын, дегенмен де әйтеуір арасында бір материал салып, публикация жасап, оған пост жазып, өзім қолымнан келетін дүние, сторис жасап деген сияқты. Бірақ әлі TikTok дегенді меңгере алмадым, өйткені оған үлгермеймін, оны да меңгеріп алушы едім, бірақ үлгермеймін. Негізі қазір тренд сол TikTok қой, сол трендтан қалмау керек еді, бірақ мен содан қалып қойып жатырмын. Және де ол кішкене жастардікі ма деп ойлап қалдым өзімде. Енді айтайын дегенім осы YouTube мәселесі. Сол жастардан қалмаймыз деп, бұлар ақша тауып атқанда неге мен таба алмаймын? Үлкен адамдар да бар бұның ортасында, бұның түк қиындығы жоқ шығар деп, әуелі осы YouTube'да Асланбек деген бала, жап-жас бала, осы YouTube'дан қанша ақша тауып атқанын көрсеткен кезде мен қызығушылығым оянды. Оянды да үйдегілердің бәріне айттым, неге ашпаймыз, неге жүргізбейсіңдер, Бекзат, Арғын, неге канал жүргізбейсіңдер деп. Бірақ Арғында канал бұрыннан бардым, сол Арғынның каналына түсетін табыс та мені мотивировать етті ғой, мені қызықтырды. Өйткені өзі сол баламнан көрдім, ең бірінші рас. Сол баламның ютубынан қызығып, одан кейін Асланбекті көрдім. Сөйтіп барып, ойлаймын, баламда сонша ақша түсіп жатыр, Асланбек мынша ақша тауып жатырмын дейді, неге оны мен қолымнан келетін нәрсе шығар, неге көрмеске деп осыған қадам бастым. Сөйтіп жүрген бетте осы қазіргі сабақты ұйымдастырып жатқан қыздар, мынау шыға берді, WhatsApp-тан жазылып жатыр. Мынау нені ютубтан сабақ беріп жүрген қыздар осындай курсқа шақырамыз деп бір рекламаны көріп, сол курсқа тіркелдім де, міне Аллаға шүкір оқып жатырмын. Былтырғы апрель айында тіркелгем, міне 7 ай болды, 7 айдан бері осы сабақты оқып, осы курсты меңгеріп, яғни ол курсты толық бір ай оқыдық, ары қарай енді сопровождениесі бар ғой, қыздар марафон өткізеді, сұраған сұрақтарымызға жауап береді, каналдарымызға разбор жасайды деген сияқты. Мінеки соған кіргеннен бері канал аштым, Мама Артиста деп канал аштым, сол каналды жүргізіп жатырмын. Мама Артиста деп каналды ашқан себебім, мен өзімнің тұрақты жұмысымды қойып, сол баламның қасына келген болатынмын. Баламмен жүріп, оның шығармашылық өмірін түсіргім келді. Оның жүрген жерінде қандай жерге барады, сол жердің бір ерекше тарихы болса, оны түсіргім келді. Өйткені ондай дар өзімде бар, сөйлеуде айта аламын, былай публикацияда жасай аламын деген сияқты. Соны неге қолданбасқа деген ой келді маған. Иә, біз солай істеп жүрміз, әлі күнге дейін солай жасап жүрміз сол каналды, бірақ арасында осы каналды жүргізіп отырғандар, немесе тағы да басқа эксперттерден сұрағанда, олар маған айтты, сіз тек қана Аргонияның өмірін емес, сіздер өз өмірлеріңізді де Аргонияның әке-шешесі немен айналысады екен, семьясы қалай, немен істейді екен деген сияқты, балалар не істейді екен деген сияқты қызық халыққа, сондықтан сіз оны да салып отырыңыз дегеннен кейін қазір көбіне менің салып атқан видеоларым, мен салып атқан посттарым өзіме, өзіміздің отбасыма, немерелеріме, менің туысқандарыма, Ринаттың туысқандарына байланысты, Арғынның өз жұрты, нағаш жұрты, қайын жұртына байланысты
тақырыптарға видео түсіріп жатырмын. Енді қараңыздар, осы видеоны түсіріп жүріп өте көп еңбек талап етеді бұл. Әрине жастарға біз ілесе алмай келеміз, өйткені жастар бәрін тез қабылдайды, тез жасайды. Даже ана WhatsApp-пен біреуге сообщение жазып тық тез жазады ғой. Мен сонда таңғалым, келіндеріме қалай қате кетіп қалмайды деп. Біз бүйтіп жазамыз ғой. Сонда сол скоростары олардың керемет, қағып алулары керемет, зейіндері мықты. Оларға бұл тез олар меңгеріп алады. Ал енді біз кішкене енді 50-ден асып кеттік қой. Анау монтаж жасау, оптимизация жасау, превью жасау, оның бәрі бізге қиындық туғызады. Сондықтан біз білмейді емес, біз білеміз, бірақ соған қазіргі креативқа кішкене шамамыз жетпей қалады, жастар сияқты ойлай алмай қаламыз. Одан кейін ана монтаж жасағанда көп отырып қаламыз. Мен мысалы үшін бір видеоны түсіріп алып, оған монтаж жасау үшін жарты күннен аса уақытым кетеді. Содан кейін үйдегі адамдарға көңіл бөлінбей қалады. Үйдегі отағасы кішкене ерекеңде. Өзі сенің жұмысың мынау сотовыймен, мынау соткамен, анау компьютер болды ғой дейді. Өйткені компьютерда марафон жүріп жатады да, сосын бір-бірімізге видеомызды жібереміз, мен қараңыз, мен сөйтіңіз деп. Олардың бәрін қарауға тырысамын, сөйтіп қарап, біресе қосамын, біресе комментарий жазамын, телефоннан қарап отырамын, одан анаған жүгіремін, оны жазамын. Сонда Ринат маған айтады, өз сен бар өмірің осы телефон және компьютер екеуімен шектеліп қалдың ғой деп. Бірақ енді ол қате түсініп жатыр, олай емес. Әрине мен немерелеріме, арнайым туған туыстарыма, барлығыма өмірімді баратын жерімнен барып қалып жатқан жоқпын. Енді кешке Рекен жұмыстан келгеннен кейін ол да өзіне назар аударғанда қалайды ғой, еркектер ерке ғой. Сондықтан кейде должное внимание аудара алмай қалған шығармын, сосын айтып жатқан шығар. Содан кейін өзімді ойладым, шынымен де мен осы келген кезде соны қоя тұрайын деп. Енді айтайын дегенім, бұл мен күндегі мақсатым былай. Бүгін қанша сағат жиналды, қанша подписчик тіркелді, күнді соны қарай берем, ойбай, бүгін 10 сағат қосылыпты, бүгін бір-ақ подписчик қосылыпты, 5-ақ подписчик қосылыпты деп, сосын уайымға батамын, ойбай, мен апрельге дейін үлгермей қалам ба, мынау үлгермесем жинаған сағаттарым бәрі кетіп қалады ғой деп. Негізі талап бойынша, YouTube-тың талабы бойынша бір жылда 4000 сағат және 1000 подписчик жинау керек. Енді бір жылым менің апрельде болады, мен осы уақытқа дейін жинаған сағатым 1692-де, ал подписчигім 600-ге тақап қалды. Енді ар жағында маған 3 ай қалды, январь, февраль, декабрь, январь, февраль 4 ай қалды. 4 айыңыз 120. Енді бағана таңертең есептеп жатырмын. Осы сағатты күнге бөлгенде қаншадан жинадым екен деп. Күніне 10 сағаттан жинаппын, Сонда күнде маған 10 сағат жиналып жатыр екен. Енді ойлап жатырмын, егер 10 сағаттан жинасам, енді 120 күнге көбейтсем, ойбай, 1001 сағат жиналады екен. Маған әлі жетпейді әлі деп тағы есептедім, өзім ұмытып қалдым нақты цифрымды. Но маған әлі жетпейді. Күніне 10 сағат жинағанда 120-ға көбейткенде маған әлі жетпейді. Сонда ойлап жатырмын, енді не істедім, енді қалай көбейтсем екен, қалай сағатты көбейтсем, подписчик жарайды, оны толтырам. Ал енді сағат деген өте қиын екен. Содан кейін соған миымды қатырып, өзім настроением түсіп қалады әлгі сағатты аз көргенде. Сонда ойлап жатырмын, күніне маған 20 сағат, 40 сағат солай жинауым керек қой, кем дегенде деп. Ал негізі курстағылар айтып жатыр, жаңа жылға дейін өтіп алсаңыздар, ол жаңа жылда жақсы сыйлықтар беріледі деген сияқты, бонустар ма бірдеңелер беріледі ғой деймін. Менікі оған дейін жету қайда, жаңа жылға дейін әлі. Сонымен қойшы әйтеуір сол YouTube-тың сағатының мәселесі солай болып тұр. Меніңкі қазіргі таңда көрсеткішім сондай болып тұр. Енді жаңа автобуста келе жатқанда, жолда келе жатқанда бір видео көрдім. Сол видеоны көрдім да, бір баланың видеосын YouTube туралы айтты. Қалай тезірек сағат жинау керек екен, қалай тез монетизацияға өту керек деп өзім запивать етіп, солай іздеген бір баланың сұхбатын тыңдадым. Ол американдық YouTube-ты жүргізіп жатыр екен, біздікі қазақ контенті ғой. Әлгі бала айтады, ол да солай істеген екен. Бірінші YouTube жүргізген кезде күнді сағатыма қараймын, күнді подписчик жиналмай жатыр, ой, не істеймін, енді қалай, ой, өзінше боқтап сөйлейді. Енді не істеу керек деген сияқты проблема болатын дейді. Оказывается, ол дұрыс емес екен дейді. Содан кейін адамдардың еңсесі түседі да, сосын ол YouTube-та, ой, бұл менікі, это не мое, бұл менің тақырыбым емес дейді да, барады, одан орта жолда тастап кетеді дейді. Енді мен де чуть соған жақын қалып жүргем да, өйткені ойлаймын, ойбай, мынау 4000 сағат жинай алмасам, мынау деген сұмдық қой, жиналмайды, енді не істеу керек деп. Сонда жаңағы бала енді мүмкін ол күшті бір пайдалы бірдеңе айтады ма деп соңына дейін тыңдасам, шынымен де жаңағы бала пайдалы дүние айтты. Ол қазіргі менің басымнан өтіп жатқан, жалпы мен емес, осы бүкіл курс өтіп жатқан, YouTube канал жүргізіп жатқан адамдардың мәселесін көтерді. Оның айтатыны,
тура солай. Мен осы бүгін ғана соны ойладым ғой. Күнде сағатқа қараймын, күнде подписчикке қараймын. Ол аз болса, жиналмаса, ойбай деп жаңағындай уайымға салынамын, енді не істедім деп тығырыққа тірелген сияқты боламын. Ол айтады, не зацикливайтесь на часы, на подписчика дейді да. Вот думайте о создании хорошего видео дейді да. Сіздер барлық ынта жігерлеріңізді жақсы видео түсіруді ойлаңыздар. Неге сіздер сағатқа тірелдіңіздер, неге подписчикқа тірелесіздер? Ондай менде де болған дейді. Ол түк әкелмейді сіздерге дейді. Мына миларыңызды жақсы контент түсіруді ойлаңыздар. Соған салыңыздар дейді. Сосын айтады, екіншісі вирусный видео жасаңыздар дейді. Ал енді вирусный дегеніңіз қалай? Вирусный дегеніңіз енді түрлі проблемаларды көтеретін скандальный видео ма, или тағы да бір жаман сөздер айтатын видеолар шығар енді. Вирусный дегендерің солай. Обязательно халықты дүр сілкіндіретін бір видео болса, ол бәленбай миллион, бәленбай мың подписчик жинайды. Ал халықты дүр сілкіндіреді қайда? Кейде негатив, кейде боғауыз сөзі бар, кейде бір ойламаған жерден бір видео тауып алып түсіруің керек. Сол кезде көрініп, ол просмотр көбейетін, оны мен білем. Соны вирусный видео деп айтатынын да білем. Бірақ енді білмеймін, мен біздің возрастымда ондай біреуді біреу боқтап атса, немесе біреудің бір проблемасын сол жерде түсіре қойып, оны видеоға салу, ол менің әдетімде жоқ. Сондықтан ол бізге кішкене жат нәрсе ме деп ойладым. Ал екінші айтқанына келістім. Ол айтады, бірінші вирусный видео түсіріңіздер, вирусный видео түсіруге болады. Екінші тренд дейді. Мысалы, тренд дегендеріңіз қалай? Қазіргі таңда желіде не тренд болып жатыр, соны адамдар өзіңіз инстаграмнан немесе ютубтан қараңыз дейді. Забивать етіңіз дейді, қараңыз, сол кезде сізге шығады дейді. Соны қарап отырып, копировать етіп, соны өз каналыңызға салыңыз дейді. Бірақ дейді, кім айтты сіздерге копировать етуге болмайды, онда сағат жиналмайды деп кім айтады сізге? Олай айтқан, ол дұрыс емес дейді. Әрине, полностью 100% копировать еткен емес дейді. Мысалы, біреудің еңбегін алып салу деген, ол деген дұрыс болмайды деп айтып жатады ғой. Бірақ олай да болады дейді. Дегенмен дейді, өзіңіз еңбектенуіңіз керек дейді. Мысалы үшін, көрдіңіз қандай тренд видео? Мысалы, iPhone 15-тің мынандай функциялар бар екен деген сияқты. Қазір iPhone 15 шықты, оның қандай функциялары бар екенін. Оны мен өзім айтып жатырмын да, мысалы сол шығар деп ойладым тренд. iPhone 15 шықты, оның қандай функциялары бар, оны қалай қолдану керек деген видео біреу шығарса, соны тура өзіңіз оқып қарап алып, өзіңіздің даусыңызбен өзіңіз жазып, превьюді жасап салсаңыз, неге просмотр болмайды? Әрине болады, потому что ол тренд дейді. Шынымен айтқанына келісем, расында тренд салу керек екен. Ал енді күнделікті менің өмірім, күнделікті мен жаңа баламның несі, семьясы, анасы мынасы, ол кімге керек деген сияқты ғой. Әрине ол біреуге қызықты, біреуге қызықты емес. Маған бұны арғында айтатында. Маған арғында айтады, мам, сізге бір керемет бір үйіне бар, бір керемет әңгіме жүріп кеткен кезде ол айтады, міне мам, қоймайсың бенді видеоңды, неге қосып қоймайсың? Осындай моментті почему пропускаете? Сіз дейді, өзіңіз бір түсіргіңіз келген кезде түсіресіз дейді, сол кезде ол дұрыс шықпайды дейді. Ал енді аяқ астына осылай кіріп келген кезде неожиданно камераны қосып қоя салыңыз, енді уже неше түрлі действиялар болады, сосын монтаж жасайсыз ғой оның. Жіберетін жібересіз, жібермейтін жібересіз. А самый күшті бірінші шыққан видео, бірінші айтылған не әрекет, действие болсын, бірдеме бір дүние болса да, ол сол бірінші түсіргенде шынайы шығады дейді. Шынайы без палевый деп айтады өздерінің тілімен, солай шығады, соны түсіру керексіз мама дейді. Ал енді мен қазір тот же бір күшті әңгіме жүріп, ал енді оны қайталайық видеоға түсірейік десек, ол жолай шықпайды дейді. Мінекей онысы да дұрыс. Мен дейді, ол айтады, мен ешқандай біз мысалы үшін видео түсіру үшін монетизация жаңағы монтаж жасаймыз, превью жасаймыз, оптимизация жасаймыз, бірнеше приложениелеріміз бар, иә, жүктеп алған. Ол мен баламда арғында оның біреу де жоқ. Ол айтады, мен ешқандай ондай оптимизация да жасаған жоқпын, превью да жасаған жоқпын, алам сала салам өзі просмотр жинайды дейді. Ал инстаграмда да солай дейді. Инстаграмда жүргізгенде ол да ешқандай мындай мақсат болған жоқ дейді, маған осыншама подписчик жинау деген. Маған қызықты болды, мен алдымда салдым, өзім маған реально кәдімгі мені көретін, мені жақсы тыңдайтын адамдар тіркелді дейді. Яғни шынымен 92 мың подписчиктері бар инстаграмда. Енді мына ютубта да солай, және солай оған ақша келе бастады. Енді сіз неге сөйтпейсіз? Андай қызық емес тақырып емес, бірнеше қызық болып қалды ма, соны келген бетте сразу сотканы қосып қойыңыз да жүре беріңізші ары қарай дейді да. Өзі жазып жатады деп. Соны істей алмай қойдым, соны әдеттен алмай қойдым. Енді жаңағы баланың айтып отқан тоже солай.
Ол да айтады, мен дейді не зацикливался, анандай мынандай мындай істеу керек, единственное превьюді істеу керек, ол міндетті түрде жақсы превью болу керек. Егер сіздің контентіңіз жақсы болса, вирусный болса, немесе трендовый болатын болса, әрине бұған сіз трендовый превью жасайсыз дейді. Сол кезде сіз дейді 14 күннің ішінде сізге монетизацияға өтіп кетіп, немесе 14 күннің ішінде сіз әжептәуір ақша таба алатындай мүмкіндікке жетесіз дейді. Мен дейді өзім бір айдың ішінде, алдында тура осылай болды, жаңа біздер сияқты болған, одан кейін бір айдың ішінде бір видео салып, ол бәленбай миллион просмотр жинағанда, ол сол бір айдың ішінде үйде алған, iPhone 15-інде алған, тағы да бір дүниелерді алып соған қолы жеткен екен. Чем дейді, күнде бәлен нені салып, качественный емес, қызық емес видео салғанша, бір қызықты видео салып, бірнеше просмотр жинаған жақсы дейді. Өзімнің мақсатым күнде бір видео түсіру, 30 күн ба 30 видео деп мақсат қойдым дейді. 30 видео түсірем. Күнде бір видео, ол әрине трендовый, қызықты видео болады, содан кейін барып менде солай просмотрлы кете береді. Енді мен ойлаймын, шынымен де біздің мен салған контентімдегі жаңағы каналымдағы контенттер қызық емес. Ол қызық болса менің туысқандарыма, даже оларға да қызық болмай қалатын шығар. Әйтеуір салды, кім қазір оны көріп отырады өйтіп сұқтан. Көбінің уақыты жоқ. Біз 20 минуттық, 15 минуттық видеоны саламыз. Енді соны ешкім уақыт тауып бүйтіп қарап отырмайды. Қараш, менің видеомды қараш деп айтамыз бәріне, менікін қара, менікін көру қойшы, қазір міне үзбе, орта жолдан шығып кетпе деп. Оның өзінің тәртіптері бар ғой. Егер видео каналыңызға біреу кіріп, егер де орта жолдан көрмесе, асты қызыл болып тұрады, толық көрсе, ал толық көрмесе жартылай қызыл болып тұрады. Жартылай қызыл болып тұрған, ол яғни сіздің каналыңыз қызықсыз, ол орта жолдан тастап шығып кетті деген сөз. Мінекей ондай да бар екен. Біз оның бәрін енді үйреніп жатырмыз ғой, жаңағы курсты оқығаннан кейін. Сондықтан енді қазір ойлап отырмын, әйтеуір осыны бастағаннан кейін бір түйін шығару керек. Міндетті түрде сол бәрібір енді Алла қолдап, бірінші Алла, әрине, екінші денсаулық. Сол Алла маған денсаулық беріп, күш қуат беріп, кішкене мына санамды түзеп, миыма бір жақсы ойлар келдіріп, сөйтетін болса, бір қызықты видеолар салсам, шығып кететін шығармын деген ойым бар. Опять же, өзіміздің мынау түп санамызды шығамын, осыншама табамын деп қою керек дейді, және оған әрекет жасау керек дейді. Негізі жалпы өзім осындай әлеуметтік желілерге шыққан кез келген желілерге қызығушылықпен қараймын. Және де қазіргі жастарға таңғаламын, соларды шақырғым келеді. Қазір жастарға оңай ғой, яғни желіден ақша тауып атады, көп байып атады. Желіден ақша тауып атқан жастарға қараймын, кейбір жастар ұйықтап жүреді, ештеңеге қызықпайды, ешқандай мына телефоннан ештеңе жүргізбейді, не Инстаграм жүргізбейді, не Ютуб жүргізбейді, не ТикТок жүргізбейді. Сөйтіп жүре береді. Неге соны түбіне дейін оқып, меңгеріп жастар содан ақша неге таппайды екен? Егер де былай физически жұмыс істегілер келмейтін болса, оңай жолмен осылай ақша табуға болады. Бұл да оңай емес, бұның да қиыны көп. Мен айтып отырмын ғой, бір видео салып, видео түсіру бір күн кетеді, оны түсіргеннен кейін монтаж жасау үшін маған көп уақыт кетеді. Ал енді ол жастарға оңай ғой. Сондықтан жастарды шақырғым келеді осы қазіргі желіге көңіл аударыңдар. Желілерде ақша табуға болады деп. Мысалы үшін біздің үйдегі балалар негізі адамның өзінің қабілетіне де байланысты, әр адам өзіне немене жақын, соған байланысты ғой. Мысалы мен кейбір адамдар, өзім замандастар, өзіммен теңдестерімді білем, ой жоға мен білмеймін, Инстаграмның екенін білмеймін, Ютубты білмейді, немесе анау Еговты мынадан қалай анықтама шығарады, мынадан қалай сөйтеді деп. Мен соның бәрін өзім үйрендім, мен ешкімнен үйренген жоқпын. О баста компьютер шыққанда, енді сіздер де солай шығарсыздар, өзім үйрендім, ешқандай курс өткен жоқпын. Көп адамдар курс өтіп үйреніп атты ғой компьютерді, мен ешқандай курс өткен жоқпын, бәрін өзім үйрендім. Соған қарағанда маған ол легко удается дейді, жеңіл кішкене. Әрине жасыма байланысты кішкене қиындығы бар, бірақ дегенмен де осыған қызығушылығым бар. Жаңа мен өткенде балам айтам, ана Еговтың былай кіреді, соны білесің ба десе, жоқ білмеймін. Одан бұдан былай аласың, пенсионный накоплениеңді былай қарайсың, личный кабинетке кіресің, кілтпен былай кіресің десем, білмейді ештеме. Мен айтам, әй молодежь, сендер қай өмірде өмір сүріп жатсыңдар, қай заманда өмір сүріп жатсыңдар, мыналарың сұмдық қой, цифровой век десем, таң қалады, мама сен бізде продуктивная деп сөйдейді. Шынымен де қатардан қалғым келмейді, потому что неге десеңіздер, қазір бұның бәрі онлайн документация, онлайн алу керек, оның барлығы керек дүние, бұны меңгермесеңіз болмайды. Қазір қай мекемеге барсаңыз да сізге айтады, онлайн қабылдайды, немесе онлайн заявка жіберіңіз, онлайн көріңіз деген сияқты. Ал енді оны меңгере алмасаң, қарақтарым жастар, сендерге қиындау болады. Сондықтан қазіргі кезде меңгеру керек деп барлық жастарды осыған шақырғым келеді. Енді жаңағы ютубтың мәселесі, мына ютубта отырған курстастарыма айтқым келеді. Тек әйтеуір мақсатты жаңағы сағат жинауға, подписчик жинауға қоймау керек екен. Сағатты, мақсатты
жақсы әдемі мағыналы контент түсіруге қою керек екен де. Тек сол контент ойлау керек екен. Бүгін қалай болды, контентім қалай шықты, YouTube соны жақсы көру керек екен. Менің балам Арғын айтқандай, мен ең бірінші маған мотивация болған жаңа Арғынның YouTube'тан тапқан ақшасы, әжептәуір ақша табады YouTube'тан, және жаңа Асланбек мені мотивация жасады. Мінекей оқырмандарым, осы тақырыпқа тоқталып отқаным сол. Сонда айтайын дегенім, қорытындым, жаңаға вирусный видео салу керек екен, трендке қарау керек екен, және аудиторияны ұстап қалу керек екен. Міне осыған осындай дүниені бүгін түсіндім.